Шоқан Уәлиханов қазақтың ұлы ғалымы. 19 ғасырдың екінші жартысында Қазақстанда туған демократтық, ағартушылық мәдениеттің тұңғыш өкілдерінің бірі. Шығыстанушы, тарихшы, фольклоршы, этнограф, географ. Шоқан Шыңғысұлы Уәлиханов 1835 жылдың қараша айында Қостанай облысы Әулиекөл ауданында Құсмұрын жерінде атақты аға сұлтан Шыңғыс Уәлиханов отбасында дүниеге келген. Шоқан Уәлиханов қазақтың ғұлама ғалымы атты кітап көрменің ішінде Шоқан Уәлихановтың өмірі, қызметі, суретшілік өнері, шығармалары, сонымен қатар Алты шаһар немесе Қашқария туралы еңбегі Шығыс Түркістан халықтарының тарихына, географиясына, әлеуметтік құрылысына арналып, өз заманы ғылымының биік деңгейіне жазылған әлемдегі тұңғыш зерттеу жұмысы болатын кітаптарда қойылған. Кітаптары Қазақстан, Орта Азия және Шығыс Түркістанның тарихы, географиясы мен этнографиясы, деректануы бойынша жазылған ғылыми еңбектері енгізілген. Еліміздің тарихында өшпес із қалдырған тұлға, отанына қызмет етудің жарқын үлгісін көрсетіп, қазақ және орыс халықтары достастығының символына айналған әлемдік ғалымның атақты өкілдерінің қатарында лайықты орны бар ұлы қазақ зерттеушісі және саяхатшысы Шоқан Уәлиханов.